Әлібек Алпысбаев 1985 жылы Теміртау қаласында темір жолшылар отбасында өмірге келген. Ол 15-ші мектеп гимназиясы табалдырығын аттап, кейін 8-ші Қазақ орта мектебінде оқиды. Кейін Теміртау политехникалық колледжіне оқуға түсіп, техник жылу техника мамандығын алады. Алдына үлкен міндеттер қоя білген жас жігіт мұнан кейін 2 жоғарғы оқуын бітіріп шығады. 2 жоғары білім бар: инженер жылу энергетика және заңгер. Бітіргеннен кейін жоғары білім ошағына түскенбіз біздің Тузға. Сонда 2 курс заочно оқып, кейін армияға кеттік. Армияға шекара қызметіне шақырылып, сонда азаматтық борышымызды аттап өтіп, аман есен келіп, шүкір деп қайта оралып, осы оқуды жалғастыру керек қой. Соны жалғастырғанда енді Теміртау металлургия ошағы болса, мекені энергетика, мен мамандық энергетика қой. Экибастуз энергетика маманы ошағы. Сол ойланып Экибастуз инженерлік техникалық институтқа түстім. Ол перевелся сонда, ауыстым да. И сонда 2 жыл бітірдім. Сол энергетика маманы тамдым. Сәтбаев атындағы үлкен институт Экибастуз қаласында. Сонда бітіріп, кейін осы Теміртаудан барып келіп оқыдым, бітірдім. И 2010 жылы 2-ші вышқа түстім. Қарағанды экономика университетке Казпотреб тұтыну одақ, сол юридический маманына. Соны бітірдім 2012 жылы. Әлібек Жанарұлы жас маман ретінде алғашқы еңбек жолын ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамында энерго жөндеу цехынан жөндеуші болып бастайды. Осы цехта бригадир, мастер қызметтерін атқарады. Әрбір жас металлургтың арманы елбасы еңбек еткен Домна цехында жұмыс жасау. Әлібекте сол арман жетегінде 2012 жылы Домна цехына ауысады. Алдымен Домна цехының көрікшісі, соңғы 2 жылдан аса газовщик мамандығын жұмыс жасауда. Әрі Теміртаудың жастарын алсаңыз, сол Домна цехқа барамыз, көреміз, елбасымыздың істеген жеріңіз деп соған қызығып, мен жігіттермен бірге документ тапсырып, 2012 жылы жаңа жылдың басында сол Домна цехқа ауыстым. Горновой болып. Горновой болып ауысқаннан 2,5 жыл горновой істедім. Кейін келесі технологический цепочка дейді ғой, газовщикке ауыстым. Қазір 3-ші жылы газовщик болып жүрмін. Андасында ауысады бізді диспетчерский, енді біздің жігіттер қазір мастер болып жүр. Сондай домщик болып жүрміз қазір. Міне 12 жылдан бері Әлібек Алпысбаев теміртаулық металлургтердің ісін жалғастырып келеді. Қарапайым жас жігіт өзін домнашы ретінде алғашқы қадамды бастаудамын дейді. Ал жас металлург мектеп табалдырығында оқып жүрген кезден бастамақ қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Спортпен шұғылданды, домбыра үйірмесіне қатысты. Қазір күнде де Теміртау қаласының ең белсенді жастарының қатарында. Қоғамдық жұмыс деген ол спорт саласы, мәдениет саласы, білім саласы, сол әрқайсысына қатыса отырып, енді осындай жетістік десек, соған жерде жеттік. Басталғанда, әрине, біреуде садиктен басталады, біреуде мектептен басталады. Бізде мысалы мектептен басталды. Неше түрлі сайыстарға қатысып, кейін колледжде оқығанда КВН-ге қатысып, білім олимпиадаларға қатысып, балалармен бірге спорт саласын алсақ, мысалы күреске, футболға қатыстық. 2019 жылдан бастап. Енді бәріміз Теміртаудың жастары сондай ғой. Бәріміз жалғыз емеспіз сондай. Бәріміз сондай қатысып, қазақша күрестен бастадық, қатыстық, дзюдоға қатыстық. Кейін балалармен бірге қазақ мектепте оқығасын, домбыраға жазылдық. Мирас ансамбліне құрылар жұмысына біздің мұғаліміміз соған оркестр болған бізде. Ордабызар 30 жастағы жігерлі жастың жеткен жетістігі де аз деуге болмас. Жігітке жеті өнер де аз демекші, домнашы жігіт бос уақытында түрлі мәдени шараларға қатысады, түрлі жобаларға қатысып келеді. 2016 жылдан қалалық мәслихаттың депутаты болып сайланды. Жас та болса, осы уақыттың ішінде Әлібек Алпысбаев зор марапаттауларға да ие болды. Ол үшін ең бағалысы 2012 жылы Семей қаласында елбасының қатысуымен өткен республикалық форумға республика президентінен алған визиткасы. Ең үлкен марапат, сый марапат осы деп санаймын. 2013 жылы Семейде елім тағдыры, менің тағдырым атты форум өтті. Соған Қарағанды облысы өңірінен жұмыскерлер атынан қатыстым, жас жұмыстар атынан. Соған қатысқанда осындай сөз сөйледік, осындай не шықты, білесіз.
И біз 10 кісі Қарағанды облысынан осындай визиткаларға ие болдық. 2012 жылы Қарағанды облыс әкімінің қайнар сыйлығын жылдың үздік жас жұмысшысы, ал 2013 жылы жылдың үздік жас металлургі сыйлығын алды. Мұнан өзге Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғам басшыларының алғыс хаттары мен мақтау қағаздарымен марапатталған. Ол сәтті қадам жобасына қатысушы. Қазіргі таңда жас металлургтің суреті қаланың орталығында билбордтар ілулі тұр. Ал Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасына енуі ол үшін зор жауапкершілік жүктейді. Әрине, Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасына енген әрбір тұлға жастарға үлгі өнеге болады. Теміртаулықтар үшін де жас металлург Әлібек Алпысбаев секілді белсенді жастарымыз ісімен де, еңбегімен де әрқашан үлгі тұтарлықтай.